Баршаңызға сәлем. Бүгін өте жұмсақ, дәмді болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте көп ингредиенттерді қажет етпейді және де жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз, оның үстіне қантымызды саламыз. Енді ағарғанша миксерлейтін боламыз. 7-8 минут уақыт өтті. Дәл осылай видеодағыдай әппақ болып шығуына. Бөлек ыдысқа ұнымызды електен өткізіп аламыз. Шым-шым тұз, қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды аз-аздан сала отырып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай жақсылап араластырамыз. Ешқандай да түйіршік қалмауы керек. Ескере кететін жағдай, ұнды бірден салмаймыз. Бірден ұнды салатын болсақ, түйіршіктеліп, жақсы араласпауы мүмкін. Сондықтан ұнды 6-7 бөлікке аз-аз мөлшерден сала отырып араластырамыз. Төменнен жоғары қарай лопатканың көмегімен түйіршік қалмайтындай етіп араластыруымыз керек. Міне біздің қамырымыз дайын, барлығы біркелкі араласқан. Ендігі кезекте ыдысымызға сүтімізді құямыз. Оның үстіне сары майымызды және де ванилинімізді саламыз. Ванилин міндетті емес, жақсылап ерітетін боламыз, ысытатын боламыз сүтімізді орташа отта газда. Газда май ерігенше ұстайтын боламыз және де қамырымыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі болуы керек барлығы. Жақсылап араластырып болдық. Енді формамызға құятын боламыз. Біздегі форманың диаметрі 24 сантиметр. Мендегі пеш тез қызатын болғандықтан 160 градуста 50-55 минутта пісіріп алатын боламыз. Пирог дайын, пісіп шықты. Піскен пирогымыздың үстіне қант ұнтағын себеміз. Немесе шоколадты ерітіп, үстіне құйсаңыздар болады. Пирогты ыстықтай күйінде кеспейміз, сол себепті суытып аламыз. Оны суыту үшін алдын ала бөлек ыдысқа, бөлек тарелкаға салып қоямыз. Себебі ыстық формада тұрса, ылғалданып, буланып кетуі мүмкін. Расымен де пирог өте дәмді. Дәл осы пирогты мен қатарынан 6-7 рет жасадым. Сондықтан да міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмін көріңіздер. Және де жасалу жолы да оңай. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.